Қалайсыздар қымбатты достар? Бүгін 3D әңгіме бағдарламасы. Бүгін енді кезекті шығарылым. Өтте мықты шығарылым болғалы тұр. Өйткені біздің қатты күткен көкеміз арманымыз орындалды. Арман біраздан бері орындалмай жүрген еді та? Орындалып қалды та? Бүгін әзілдің атасы біздің көкеміз Шаншар театрының директоры Уәлибек Әбдірайым мырза келді. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, көке. Қалайсыңдар, жағдайларың жақсы ма? Қалай енді Наурыз денсаулық жақсы ма? Көке аржақ қалай екен аржақ? Тұра тұршы. Жағдай тұрақтай сендер жастар көрдің бе? Көке аржақ қалай екен, тұра мәғыл батырым мен. Жағдайыңыз қалай, көке? Бәрі жақсы ма айналайын? Осы Наурыз балаңыз әбден сізді шаршатқан дейді кезінде. Ұлан қалайсың, ей! Батқасын бұч жарайын. Әрқайсың жағдайын сұрап. Що мен айтым да бұл. Қоймайды шақырым, Наурыз қоймайды, Нұрым қоймайды. Мен айтмай, бұлар жастарға, өздеріне жастыларға лайық қой. Мен пенсияға шыққан адамым. Маған не керек? Мен сөз өстейм, не қылып отырам? Жағдай сұрауым керек. Біздің арманымыз тұғын. Біздің бағдарламамызда сіздің келуіңіз. Жалпы, көке, Россияда Comedy Club деген передача бар ғой, жастар көбінесе жаңағы былап сөздер айтады. Аузына келген, соған осы жақында Петросянның өзі келді. Петросян келіп, әзілдің мен ең шыңымын деген нәрсені айтып, жаңағы бір скетчте ойнады Петросян. Көрсеңіз болады. Сол сияқты енді оларға да бір қазір енді заман ауысып жатыр, басқа отыр. Бізге бір енді поддержка ретінде келіп тұрған шығарсыз деп ойлаймын. Рахмет айтамыз көкеміз. Поддержка ұрсайын деп қойды. Не істеп алсыңдар, төртеуін қосылып алып. Уақыттарыңды алып. Екі адам болсаңдар болмайды. Жоқ, біздегі шақыратын адамдар біреу-ақ екен. Иә. Біздің передачамыздың бір жақсы жері, көке, басқа сіз енді көп сұхбат беріп жүрсіз ғой, мықты кісілерге сұхбат беріп жүрсіз. Біздің бір жақсы жері, біз бұл неде өсек әңгіме жоқ, болған оқиғаларды айтып, баяғы бастан өткен талқыламаймыз. Бір қызықты әңгімелер болды ғой, яғни ол қызық мәселелер. Қайрат Нұртасқа ренжулі екенсіз. Деген әңгімелер болмайды. Ол мысалға жүсіппенен қосылып, осындай қызықты кім айтты сонымен бірге мен қызық болған. Сендер адамда көрсе қызық болып жүрген дейсің, қандай қызық? Негізі жүсіп денсаулығын өте қатты күтетін адамда сумкасына міндетті түрде 5-6 дәрі жүреді. Давлениесі болмаса да, давлениені дәрі болмаса да, абдрук болып қалады, абдрук болып қалады. Сонымен бір 91-ші жылдары, 92-ші жылдары бір жын-жы бір жерді бетіне шығып кетіп, тәуіп көбейіп кетіп бір бәле болды ғой. Сол кезде ол кісі ауырды. Мен бір әңгімен айтып берейін, ауырды. Бірақ қай жерге ауыратынын өзі білмейді. Ауырады. Сонымен қойсай, концертке шай қойсай. Жөнді ұйқыдан тұрмай қалса да ауырып қала береді деді. Ауырып қалған екен деп қала береді деп. Сонымен оны біздің ауданның дәрігерлері таппады оның ауруын. Сөйтіп бір кезде ойланып тұра денесі ана бұл туберкулез шығар деді. Туберкулезный больницаға жатқызды. Ал туберкулезный больницада ең соңында бір дәрі береді сізге. 20 күн жатасыз, сол кезде өзі дәрі береді, сіз тамақты күш қуат жинайтын тамақтар ішесіз да, соны бәрін жинап болғаннан кейін бір дәрі береді. Ол дәрі өте ауыр дәрі да, соны көтеретіндей болуыңыз керек денсаулығыңыз. Сонымен болған дәрі берген, ол тамақ жей берген, ол еш жері ауырмайды ғой, сонымен жүрегі дүрсілдеп кеткен ғой. Ол туберкулез емес қой. Жүрегі дүрсілдеп кеткен, одан кейін барғанда оны жүрекке жатқызған бар. Туберкулезден шығып жүрекке жатыр. Дәрігерлер анаған жатыр, анаған дүк не болды? Жүрегің тұғырымнан кеткен ба, бір бөле сосын алып кеттім мен. Шық бәлсе деді. Шығарып, шық дедік та. Шардараға кеттік. Ол отыр, автобустың арт жағында, мен ал жағында кетейіп, парасырек. Ортасында далаға шығамыз ба? Далаға шығып келіп. Бітейіп келді. Ойбай, не болды ма? Қан түкіріп атырым. О, асам. Айдылады. Сотыр үй жоқ қой өздерде. Қалай бұл? Шын бекар болды. Жаман қайғыланып кеттім.
Сонымен Шардараға баратырмыз, ортада Қазақстан Целение деген екі сақпоз бар, сонда үлкен больница бар тағын. Сонда Әбекең деген бір кісіні танитынмын, мен соған апардым. Соған жақындап қалғанбыз. Қазір. Жүкен былай жатыр. Әде, сөйлемейді. Апарып кіргіздік, тексертіп жатырмыз. Ананы неғып жатыр. Давлениесі де дұрыс, жүрегі де дұрыс, бәрі дұрыс. Не? Түсінбей жатырмыз, не деп. Жатсат деп отырдық. Бұл не болып кетті? Анау да Әбекеңді білмеймін ғой, мықты дәрігер. Сөйтіп медсестра бүйтіп қарап тұрды. Аузыңызды ашыңызшы, тісі қанап жатыр. Немене осы қызық па? Түк те қызық емес қой. Концерттен кешіктік. Қанды көріп жүр екен деп ойлап қалдым. Медсестра тауып алды оны ауызды ашып. Жоқ, ана байқап қалған тісін. Қарап тұрған байқап қалған. Сол Жүкен, сол айтып тұрмын ғой. Иә. 3-4 дәрі қойсай дейтін. Қойсай! Неменеге бара берсай? Қойсай деп ұрсатымын да. Енді қазір дәрі ішуден мен оздым. Менде қазір 7-8 дәрі жүреді. Онда сол баяқ 3 дәрі әлі жүр. 3 дәрі. Онда да, ауып қалса ішеді. Жүсіпекеңдікі қызық ба деп айтып жатсыңдар ма? Енді қызығын айтайын енді мен. Менде оған жаңағыдегі ұрысқам, тісіңе деген ғой енді кезінде. Ұрсам, сол келгеннен кейін ол 2 рет операция жасап келдім. Келгеннен кейін жағдайым сұраған екен дедім. Жағдайым тұрап кетті ғой бейшара. Қалай екен көз қалай? Қалай жасайды екен? Көздің түбіндегі тамыр кетеді ғой, сондықтан көзіңе бүйтіп неғылып көзіңді шығарады екен дедім. Көзін шығарған кезде көз деген өзі мына тамыр мен нервке байланысты көзің былай тұрғанда былай тіке көріп тұрасың ғой бүйтіп қимылдап. Ал шығарып шығарса бүйтіп жерді көреді екенсің. Камера сияқты ғой. Жерді көреді екенсің деп айтты маған. Осындай. Деді. Техника дамып кеткен ғой деді. Ақыр көзіне алғаннан кейін тамырлар жалғап, ұзын қобылмадың ба? Қалтаңа салып жүресің деді. Сол жаңағыдай өзің семіз бәлесін, столдың аса салтын түсіп іздемей тоңқайып жатпайсың, бүйтіп. Sonra стенаның қарсы шетінде кімдер бар деп тұрмайсың, бүйтіп. Әйелдер сөйтіп моншаға барып терезесіне, оның ішінде қарауға бар. Сонда кейіннен бітті ғой, көз көрмейтін болды деп. Сол көз кетті, сол көз. Сөйтем Жүсіптің айтқан сөзін қарасай. Деді. Шаншарға келген талай өнерпаздарға, Наурыз секілді өнерпаздар келген ғой. 10 көзбен қарашы деп айтып ем дейді. 10 көзбен қарашы. Сен оңбаған деді. Сол көзбен қарап, аналардың қарысына қалғасың. Содан сол көзің кетіп тұр. Содан кейін дедім, сен байқамайсың. Сен постоянно залда отырған қыз келіншектерге сұлу-сұлуларды көрсе, бүйтіп көзің қысатын әдетің бар еді. Тойларда да сөйтесің деді. Мен есіктің алдынан талай қайтарып жүрген. Қыздар келіп, Әлбек ағаға жолықсақ па енді. Біліп тұрмын сен көзің қысады, байқаймын дейді. Қуып жіберем, бала шағасы бар. Көрдің бе? Не болды? Сол көзің кетті енді. Енді көзіңді қысасың ба енді? Көзіңді қыспайсың енді. Сол жаңа Жүсіп ағамыздың бір сұхбатында бір күшті бір информация айтты. Ол енді бізге өмірлік бір мотивация болды. Бізге біз Әлибек екеуміз дейді, ол кісі айтады. Никогда жизни амандасқан кезде жағдайың қалай, денсаулығың қалай деп бір-бірімізден сұрамаймыз дейді. Біз ондай периодтан өтіп кеткенбіз дейді. Біз датау қатты араласып кеткеніміз соншалықты біз бір-бірімізден жағдай сұрамаймыз. Қалай деп өтіп кете береміз дейді. Соған жету деген енді ол қанша жылдық еңбек, қанша жылдық достық бір-бірлеріңізге. Действительно сондайсыздар ма қазір негізінде бір-біріңізден жағдай сұрасып? Жоқ, енді жағдайымызды біліп тұрмыз деп ойлаймыз. Мысалға былай ғой. Інің бар ма? Үйде тұрасыңдар ма? Бір үйде мысалға айтшы. Сен не қыласың? Таңертең тұрып алып жағдайын сұрайсың. Сондай ғой бұл. Сондай ғой. Ол мысалға кей кезде сөйлеген кезде, Жүсіп деп қойғам. Біреулерде Жүсіп деп қоя беремін. Өзім балама да өткенде Мақсат деген баламды айтам, Жүсіп деп, Жүке деп қаппын да мысалға. Енді күніге
тірлігіміз, тіршілігіміздің бәрі бір ғой. Иә. Сондықтан да не үшін жағдай сұрап тұрмыз? Біз осыдан 31 жыл бұрын келген кезде екеуміз бір үйде тұрдық. Айына 2-ге бөлінеді, 15 күн оның семьясы келеді, олар қайтады, одан кейін бізге тамақ істеп, біз күндіз-түні жұмыс істеп жүрміз. Сөйтіп екі ауысып тұрды. Бір квартира тұрдық та, жақсы жағдайымыз дұрыс болғаннан кейін барып не қылып тұрдық, оны шетін. Білмеймін, сонда енді Сезім сондай күшті. солай болып кеткен бір жағдай. Белгілі ғой бір жағдай. Сол күшті сезім ғой негізінде. Просто сол жаңағы көзімді алғаннан кейін келіп жағдай сұраған түрі ғой жаңағы. Операция болғаннан кейін барып Оң көзбен қара деген. Дейді, мысалы сізге ұқсағысы келетін 1000 адам бар ғой, ұқсамайды ғой, бірақ сізге 1000 адам пародия жасады ғой, мысалы пародия. Әртістер. Мысалы, біреулер айтады, мысалы, біреуге ұнамайды, мысалы, бір әртістерге пародия жасап, біреу жасаса ұнамайды. Біреуге ұнайды мүмкін мысалы үшін. Мысалы, біз ұлан да сізді мықты салады, оны білесіз. Бір айта аласыз ба мысалы, осы баланың, осының жасағаны шамалы маған көңіліме қонақ. қай пародия көңіліңізден Жоқ, мынау мені ешкім жасамаған. Мен Дәркен деген баланы ең басында пародист ретінде шығардым, Нұржан Тұтыпбарда пародия, бірақ мен жасамаған. Сол бір концертке барған кезде сол жасады, естідім. Қазір сіз жасайды анау деп. Таң қалдым мен, көрейінші деп, залда көріп отырмын. Келе жатыр да, тура мені походкам салып алды. Содан бастап күле бастадым ана. Дем аламай қалдым. Ол кезде ол театрдың аты Базар жоқ еді. Базар жоқ кетіп қалды ғой, қай кеткенін білмеймін. Сол кезде сол Тұрсынбектің несінен келіп соны жасағанда, соған күлдім да, пародияны бірінші жасаған адамды көтерді. Иә, одан кейін бәрі соны салады ғой. Копировка жасайды. Одан кейін действительно, Дәркен мысалы, әркім дауысын салды, кейінгілердің бәрі сол Дәркен дауысын салып жатыр ғой негізі. Дұрыс, качество. Күшті. Не ғой енді. мен сізге пародия салмаймын негізі, Дәркенге саламын пародия. Біздің папамдар Ержан, Қанат, Нұржан, біздің папа бар, Шымшыма деген театр болды. Сол кезде бір онша эфирлерді, нелерді жоқ, 10 жылдық концерт бере қалды. Шымкент шоуды, Шаншарды шақырып сол кезде Әлібек көке. Мен де ойнадым, ол кезде Азамат ағалармен Шымсети деген команда болды ғой, сол командамен. И бізден кейін көкем шығады. Тура біз жайдарман ғой енді андай КВН стилінде ойнап кеттік те, көкем шықты артынан. Мен хабарлама деді бұл кісі. Хабарлама мен өзім шығамын деді. Сөйтіп біз ойнап сәлем беріп кетіп қалдық. Көкем асықпай шықты да. Әне, бұлар жылдам, бұлар. Бірден бізді айтты. Жылдам бұлар. Бұлар КВНчик жылдам бұлар. Машинасы да жылдам бұлардың, машинасы да. Алматыда бір жерден бір машина тоқтады, балдар тоқтады, Мерседеспен. Қақып, көке қағып, көке деді. Көк базарға дейін ала кетті, көк базарға отырды. Басты бір кезде газда. Табличкаларды үлгіремей. Сөйтіп баяғыда дейді, бізде 70-ке басса көзімізден жас шығып қорқып кететінбіз. Қазір 120-180 мен айдайды бұлар. Сөйтіп кені тоқта дедім, келін дедім. Шықтым машинадан. Көке, болды! Шығып кеттім машинадан дедім. Сөйтіп дейді, бір сағаттай тұрдым да есім жамай дейді. Сол бір монолог, ол негізі шықпаған, ютубқа шықпаған сол. Кіндік туралы айтатын едіңіз. Сол туралы да. Енді кіндік ашу туралы эфирде бар, кіндік ашып жүреді. Қыздардың, иә? Қыздардың, бірақ ода бүйтіп қосқаны бар, қазір кіндік көп, неше түрлі кіндіктер бар. Кіндікті ашып жүреді бәрі. Екіқабат келіншектердің өз кіндіктерін ашып. Қыстың күні аязда. Содан ал дені дұрыс бала туылама ал, тот басып баған Жүсіп сияқты біреу туылатта дейді. Сол көкемізді айтса, Жүсіп ағамды бірге еске түседі ғой. Кез келген әзілдің жаңағы фишкісінде Жүсіп көкемізді айтасыз ғой негізінде. Кез келген, мысалға, Жүсіп сияқты деген сияқты.
ренжімейміз ғой өйткені. Өйткені адам осылай бір несін. Біз ана таңғалмаңыз деген хабарда не өткен? Соның ішінде дәмдума деген тамақ. Көретін екенсің. Енді тұрған кезіміз, Серік апа шақырып бізге тамақ істеңіздер деді. Мен негізі тамақ істеймін өмірімде. Мен аспаз болғам студент кезімде. Сондықтан да қолым екеуі бар. Сонымен Жүсіп екеуміз тамақ істедік, әңгіме айтып, дайындалмағанбыз ғой алдында. Мынаны айтамыз деп, тасыладым, айтып, деп күлген болып, бірдеңе істеп болдық. Басқаларда істеген, сонда ол жерде жаңағыдегі басқа ұлт өкілдері, еврейлер, мықты ғой олардың бәрі. Солар енді таңдап алып, хабар деген сұмдық қой, хабарлар. Түсу деген айналайын, түсіңе кіреді ғой. Соған алып тұрмыз. Сонда ертең жаңағыдегі рерих па, солардың айтқаны ғой. Не айтып атқан түсінбедік, бірақ күлдіретін нәрсе айтып жатса керек деп. Біріншіден, бұлар сатираға қатты кеп тұр. Сатираға біреу ұзын, біреу қысқа. Бар ғой орыстарда сондай, біреу семіз, біреу арық. Міне сатира болып тұр. Қарама-қайшылықты ғой. Сатира тілі, сен біреуді мақтап атсаң, мен оны жамандауым керек. Мазақтауым керек. Міне сол комедия содан шығады. Міне ona екеуі тура сол. Одан кейін тамаққа да кеп тұрды. Біреу тоқ, біреу аш. Сондықтан олар не айтса да жарасады екен, тамақ туралы айтса да жарасады екен. Мысалға, жесей, тамақ жөн жемейсің ғой десе де бола береді. Анау тұрады, жей бермесе, қайық кетіп барасың деген, ода бола береді деген секілді. Сондықтан да ол біз бұлай өмірде егер не қылып отырсақ, біз бүйтіп қатты әзілдеспейміз. Қатты әзілдеспейміз бір-бірімізге. Кей кезде болмаса бір туған күннен келе жатқанда болмаса, жұбалықтан айтқанда болмаса, бір қалаурақты айтпаймыз. Кәдімгідей жүреміз де, бірақ сыртымыздан айта береміз. Көтере береміз де, көтере аламыз. Жек көретіндей бір, ол негізі ұнамайды деп сахнада айтасыз Жүсіп маған. Жек көретіндей бір образдар сөйтіп, содан енді мазақтап шығарасыздар ғой, өмірде жақсы көресіз ба Жүсіп көйгені? Жоқ, енді ол былай ғой. Бұл Шаншар театрын ашуға негізі Жүсіп болмаса ашылмас еді ол. Мен сахнадағы актерлық ойыным, актерлық шеберлігім, соның бәрі Жүсіптен басында стилі. Өйткені напарник болып ойнадық қой, әріптесім. Сосын ол әріптеске қандай ойыншы керек, ол соны айтты. Ал енді одан кейін біз енді кітап оқыдық, басқа режиссерлардан сұрадық. Біз енді ізденіп келіп енді әріптес бола алдық. Ал енді көбісінің айтатыны, менімен бірге сахнада ойнап, маған қасыма әріптес болып сенген кезде, мен бірінші орынға шықпаймын ешқашан. Мен пас беремін. Оны көптеген әртістерден сұрасаң айтады. Қалай пас беретінді. Кейбір ойындардың өзін, кейбір әріптестерім айтады, ой, сізбен бірге ойнағанда күшті еді деп. Ал енді ол әріптес болғаннан кейін сен оны мүмкіншіліктерін ойнатуың керек. Оған гол соғып тұруың керек. Сол кезде жеңесің. Сол кезде сен жеңіске жетесің. Ал енді бір әртістер бар, сол сенен бір күлдіргісі келіп тұрады. Сенің сөзіңді айтқысы келіп тұрады. Сен бір сөзді күлдіріп айтып қалсаң, ол сенен бұрын айтып қояды да, содан кейін. Түк те дүние тумайды. Үйлеспей қалады. Ал енді оған пас беріп деп жіберсең, ана өйтіп айтып деп қойған уақытта жұрт айызғанып. Сол жаңа көкеміздің менің досым бар, баласы Алмат. Алмат айтып беріп жатыр ғой. Анау жаңа пас дегеннен шығады. Сіздер образ бар ғой, Нұржан аға екеуіңіз ойнайтын. Халау-лилау дейтінді. Сал-сері. Соны залтамда отырып, екеуі шығарып атқан кезде, сол кезде действительно көкем көп нәрсе айтпайды, только пас береді ғой жерде. Дегендердің өзі қандай. Ананы ойнатуың керек. Ананың бүкіл мүмкіншіліктерін пайдалануымыз керек. Сондықтан да оған да шабыт. Оған да шабытқа айту үшін, мысалға, саған әңгіме айтсам, сен ол әңгімені шын пейілменен тыңдасаң, мен әдем айтамын. Ал саған әңгіме айтсам, сен тыңдамай,
деп телефонда айта беріңіз десе не айтасың? Түкті айтпайсың. Сондай жастар бар ғой. Бірдеңе сұрайды да, сұрап айта батсаң телефон басқа біреуге айта беріңіз дейді. Оны айта алмайсың, әңгімен далада қалады. Вот тура сондай секілді. Көрерменнің тыңдаушысының да рөлін ойнауым керек. Оны сосын ішіндегісін айтқызуым керек. Содан кейін бар, ол әріптесің ашылады. Ол неше түрлі, тек қана ол емес. Мысалы, бастық болып ойнасаң, бастық болып, анау бейшараны тартуың керек. Ал енді сен бастықтың қарамағында жұмысшы болсаң, анандай. Енді бұның өзі де бір үлкен құбылыс, үлкен тіршілік, оны қатты ойлану керек. Барып шығады. Мен қазір енді стендаперлер деген шығып жатыр ғой енді. Стендап. Бірақ оттап десей. Бірақ енді ол стендаптың төресін өзіңіз қойып тастағансыз. Мен ойлаймын, Уәлібек көкемнен бұдан кейін де лайым шықсын, бірақ мен вряд ли шықпайтын шығар. Өйткені бұл кісі білмеймін. Шықпайды, өйткені ол қоңыратымен дулатын деп. Жоқ, мысалы, шығады, неге шықпайды? Көке, менің енді өзім нем, фанатпыз ғой. Монологтарыңызға, подачалар, юморлар, енді бәрі мықты. Бір өзіңіз, бір сағат, 1,5 сағаттық монолог концерт беру, былай, ойыңызда бар ма негізі? Керек сияқты сонда. Сол бір рет алдында да айтқан едік, негізінде, может, бүкіл авторлар отырып, сізге идеясын берсек, сіз өзіңіз бүйтіп, жүйелеп тастап, 1 сағаттық музыка ештеңе керек емес, или болмаса жаңағы өзіңіз кезінде шығарған Заттыбек ағадан бастап бірталай әртістерді шақырып, солардың үстіне кішкене мазақтап қойып, соларды 1-2 әнші жіберіп, қалған чисто стойка микрофонмен көкем өйстіп тұрып монолог айтып тастауға болатын шығар негізінде. Жүсіп көкем бір шығып гүл беріп барасың. Мен енді тура осы әңгімені мен Астанада айттым. Да. Мен концерт беріп атайын. Мынандай нәрсе дедім. Алдында премьер-министрден бастап бүкіл министрлер байқамай кек қыпты. Кек қалғанда байқамай мен концертіме. Сөйтіп көріп атқан. Байқамай. Ол кезде премьер-министр Кәрім Мәсімов еді. Мен сол кезде айтқан сөзім. Көптегендер айтады, өнер түсінетіндер, журналистер, солардың бәрі айтады маған. Сіз неғып осы 1,5 сағат, 2 сағат бір өзіңіз концерт бере бермейсіз деп айтады. Енді мен сіздерге айтайын. Біздің мәдениетіміз өте төмен деп мен айта алмаймын. Менің біріншіден көрермен дайын емес, онша дайын емес. Екіншіден осыны министрлер, премьер-министрден бастап олар да дайын емес. Ал орыстар айта береді. Петросян, Жванецкий, Задорнов, Максим Галкиндер бір өз концерт береді 2 сағат. Жұрт кетпе, тыңдап отыра береді. Ал енді қазір мен айтып тұрмын, сендер тыңдап тұрсыңдар. Петросян кеп қалды. Мысалы, Максим Галкин кеп қалды, Сол кезде премьер-министрдің өзі айтады маған. Ай, Уәлібек, бара тұр, анау кетті. Уәлібек бара тұр емес ол жерде. Қазақ қоя тұр. Астары сол. Деймдағы енді осыдан кейінгі әңгімен былай тиіп кетеді ғой енді. Енді премьер-министр сөйтіп айтып тұрса, мұнаяқ не қылады? Ал өзбектер құсап, қырғыздар құсап, бірінші өздерін жіберсе, бірінші өздері айту керек. Тойда мысалға басқа музыка қойылмау керек, өзбекше музыка қойылу керек. Деп тұрса, боласың ғой, өзбек боласың. Қазақша десе, қазақ боласың. Анау сөйтіп айтады. Мен осы премьер-министрге мен 2 рет болған кез сол кезде. Сахрада айттым. Таңғаламын мына кісіге деді. Премьер-министрге. Ай, мені өзбектердің бір мақаласының райысы қылса, мен 1 айдан кейін өзбекше сөйлеймін. Егер мен Қытайға керек болып қалып, Қытайдың бір ауылына әшейін әкім болса, енді оны 1 айдан кейін деп айтпаймын, 1 жылдан кейін мен Қытайша сөйлеймін деді. Маған қызмет беріп тұрған ол. Маған айлық төлеп, мені бір ауылды басқартып отыр. Мына кісіге мемлекет басқарттық қой біз деді. 5 жылда нағып үйренбеді деді. Содан кейін дедім, бұл кісі кетіп еді. Адам таппай қалғанда қайттан тағы неменеге әкелдік бұны деді. Сөйтіп күлді, күлетін нәрсе ғой. Қатты күлмесе де іштей бір ырза болып, осындай күлкілер болды, ырза болып, иә дейтін.
Содан кейін айттым. Мен дедім, бұл кісіні дедім, мен зерттедім дедім. Біздің бастығымыз ғой, үкіметті басқармыз. Сөйтсем бұл кісі 5 тіл біледі екен деп. 5 тіл. Бірінші дедім, Қытай тілі. Өте қиын тіл. Ішінде әуен болады. Екіншісі ағылшын тілі. Одан кейін араб тілі. Одан кейін орыс тілі өз сөйлеп жүрген. Төртеу болды ма? Бесіншісін білмедім деді. Бесінші тіл бар бұда деді. Точно айттым, 5 тіл бар. Мен білмедім. Өзінен сұрамаңыздар деді. Мынау айтып атыр деп айтып жүресіңдер де соттап кететін жай жоқ деді. Сөйтіп едім, Алматыға баратымыз ертең концертке. Алматыға бардық. Соның ішінде мынандай бір интермедия бар тұғын. Мен 3 қой сатам. Көрдіңдер ме сонда? 3 қой сатам да. Онда сол қойылымның ішінде, ортасында 3 қойды теке басқарып келеді. Теке басқарып келеді. Теке өлең айтып келатыр. Апаң, апаң, қошқарларың сайда ойнайды. Үйленбеген. Бұл қайлықтың әні? Өзбекше. Жоқ. Ұйғырша. Яшілік айтқан кезде. Иә. Қара, 3 қой, соны теке басқарып жүр. Әні анау. Астар бар ма? Бар. Содан кейін, содан айтады, қойларды біреу сатып алғысы келеді да, сен сатып алып, паспорттар бар ма дегенде, қаяқта, біздің қойларда паспорт жоқ дейді. Бізде теке деген паспорт бар дейді. Қой деп жазып алған дейді. Қой деп жазып алған дейді. Көрдіңіз бе? Міне осы астарлар. Содан кейін ашетінде бұлардың қошқар келе жатыр дейді. Қошқар келе жатқан уақытта, ана үшеуі қошқардың о жақ бұл жағында жүрсе, ашетінде теке лақ. Текенің қарындасы. Өлең айтып жүреді. Орысша. Я хочу от тебя Сына. сына, я хочу от тебя дочка, точка деп. Ой деп. Сонымен менің қошқарым, сонымен еріп кетеді. Яқта 3 қой жылап қалады. Ең соңында ол 3 қой сатады бір беле қылып. Сөйтіп сатып алған адам қойдың керек жоқ екен. Қорасымен сатып алған. Қора керек екен. Астында мұнай бар екен оның ішінде. Басқалар бар екен. Астары жаман ба? Қазақ үшін керек емес. 3 қой. Неге 3-еу ол? Мынау 2 емес, мынау 5 емес. 3 қой. 3 қой. Қазақ үшін ма? Астар. Осыны ешкім түсінбеді. Бұны тек қана журналистер, үлкен білімдер маған айтты, Уәлібек осыдан кейін сотталасың деді. Тағы да айтқан сөзім бар. Сотталатын болдым мен сол кезде. Алматыға келдік, келгеннен кейін құлағынан қыстырып алайын ғой, 3 әріптер. Шо деді, тындым дедім. Сөйтімде сіз кеше Астанада үкімет басшысы туралы әңгіме айтқан екенсіз. Болмайды айтуға. Халық жиналып отыр қазірде. Біз бәріміз солардың айлығын аламыз. Елді басқарып отыр, жаман емес. Болмайды. Болды ма, басқа ештеңе керек жоқ па? Болды, бәрі нормально. Қуанып кеткенсің ғой. 3 қой кетті ғой дедім да. Беріп алдым 3 қойды. Эфирден шықты. Бірақ ананы айтқан жоқпын. Не қылам? Жындым ба? Жатайын сен. Түрмеде жатайсың. Анашем деп десеңші. Енді ана өтіп кеткеніне қуандық. Кейін эфирге шықты. Күлкі арқылы астарды бердік. Ішінде басқа нәрселерге күлесің ол жерде. Анау кім Нұржан Құлшынбаев тумаған, семіріп кетті тумаған нені өрелін ойнайды. Жүсіп жаңағы әбден әбіржіп, нақып кеткен Дәурен Әбиев нені ойнайды. Жетім қозының өрелін дейді. Просто түсіндірмей жібердік та, бірақ астарында басқа нәрсе бар. Үлкен ой бар. Ол концертті көрген мен анау забор кірпіштен салынған забор сияқты сондай неде декорация істегенсіздер. Сосын енді ең көп нәрсе жаңағы гастрольде болады ғой, қызықтар. Жүсіп Көкенің импровизациялары, сахнада айтып жіберетіндері, одан бөлек Ақтөбеге ма Аманғали ағамнан естігем да бұл әңгімені. Ақтөбеде концертке
төртте самолетін Жүсіп көке мен Нұржан Төлендиев ағам екеуі Ақтөбеге ұшып бару керек болған. Бұл кісілер барып қойған. Қалған коллективтің бәрі барып қойған. Алматыдан тойдан шығып төртте ұшып бару керек па, сонымен самолет кешік 5-те ұшқан ба, 6-та ұшқан ба, кешіккен задержка болған. Халық жиналып қалған, сағат 7 болды, шаншар басталмай жатыр. Жүсіп көке мен Нұржан аға жоқ қой. 8 болып жатыр. Шалдар айқайлап жатыр, ән бірдеңе жіберіп жатыр, әлі не жоқ. 8:30, 9-ға таяу екеуі кіріп келген ғой. Жүсіп көкем мен Нұржан ағай бірінші келген. Көкем, как положено, ашуланып отыр кешіккеніне. Қандай жүрсіңдер? Жүкең айтады деп кетіп қалған. Нұржан аға. Сені деген, Жүсіп қандай жүрсіңдер, не болып жатыр десе, Жүсіп көке, летчик қой деп, не десе, ал жүзбен келді. Ал 1000-мен жүретін жерде ал жүзбен келді деген. Сосын жаңа Аманғали ағаны Шаншарға алған туралы да бір күшті бір қызықты оқиға болған екен. Соны айтып беріңізші, Шаншарға қалай алған, бір тойда көріп қалдым дейтін. Ол енді басында Таразда жүрген кезде кәдімгі дәркендер бәрі Мейрамбек Бесбаевтың, Алтынбек Қоразбаевтардың дауысы сақ қойған ғой. Сөйтіп келді, ол кезде ол студент екенін бітіріп жатқан. Осындай дауыстарын салам деген екен, мен оған айттым. Сен біреудің салып қойған салма. Пародия деген өте қиын жанр, сондықтан да ол өмірде ұзақ емес олардың. Сондықтан сен басқа нәрсе шығар. Сен оны құстардың дауысын сал. Ауыл өмірі мысалға қандай деп тұрып отырдым. Мысалға деп жылдам айта салдым. Сөйтіп 2 жылдан кейін ба Алматыға барсам бір тойда. Сөйтіп ауылдың және құстардың, иттің дауысын, малдың дауысын салып отыр. Кереметін алып қалды. Сосын айттым дереу, ананы дедім. Соны келді айтты осындай. Ананы. Таразда көріп едім мен. Жануар. Соған ағылдым ғой. Сразу айттым. Осылай Шымкентке кел. Бірге жұмыс істейік. Болды деп қалып кетті. Иә. Жоқ, соны өзі айтып берген еді ғой. Аманғали айтып берген. Тойға шығып жүрмін дейді. Бір тойға кіремін дейді. Бір 5-10 мың, 100 мың қаламын дейді. Келесі бір тойды бітіріп шығып бара жатсам, көкемден келгенін білмей қаптым дейді. Келесі тойға шығып бара жатсам дейді. Жүгіріп бара жатсам артымнан Уәлиев көке. Ей, жануар деп айтты. Жануар дауысы болды. Ей, жануар деп айтты. Анау бар, ей жануар деді. Қанша ақша табасың тойда? Осынша табамын, күннен анша табамын. Аз ақша тапқым келе ма дейтін ше. Не үшін? Шаншарға келді. Аз ақша тапқым келе ма дейді. Гастрольде папам айтып берген еді, сол өзіңіздің аузыңыздан естігім келіп тұрып, қасық туралы. Үйден қасық алып кетеді екенсіз, кеміп қала ма қасықтар? Тамақ жеуге де коллектив жолда тамақ жеп, пойызда ма бірдеңеде үйден вилка қасық алып шығады екенсіз ғой, вилка қасық. Жаңағы коллектив вообще тамақ жеуге бірдеңеге. Қасық жоғалып қала ма сол қасықтар? Есімде жоқ. Үйге барам да енді дейтін. Қасық кем ғой? Қасық кем ғой, сөйтіп ана көп қасықтың арасына салып араластырып жүреді. Көп қасықтың арасына салып араластырып жүрсең білінбей кетеді да. Көкем немерелері шулап бытыштап отырса, немерелеріне әй қой деп айтпайды екен. Через анаған ұрысып, басқа біреуге ұрысып, анау тыңдап қалады да сондай. Не ғой енді анау немереме ұрсамайсың ғой. Мынарада балам отыр ғой, жылай береді ғой, жылай береді. Ей, қой дейсің. Атаңа не дейді. Жылап. Аузың айызбен қашып тұрған, атаңа не дейді. Десе анау бұнықтар. Сен ма жылап атқан? Жоқ. Кім жылап атқан? Мен еместім. Күшті ма? Ола білесіз ма, театрда Ақсүйрік деген әпке бар еді ғой, соның 2 баласы жаман бұзық қой. Ақсүйрік әпке театрда көрген мазасын ақ қояды. Бір жол мен өзім түсінбей қалдым, ана шулап жүреді, маған келді. Әтеңнен тура маған істеді ғой, айғайлап. Ана кемейде қарап қалып, до конца үндемей кетті. Оның 2 баласы жаман ерке. Театрға келсе, араларынан жүгіріп жүреді. Дуалмен жүреді. Деп жүреді, мен кіріп қалсам, кейіннен осында қалғаннан кейін кіріп қалсам. Асылмайкын маттан. Ақсүйректің өзі таң қалады. Ешкіммен бүйтіп амандаспайды.
Meni жаман ұрысқан ғой маған. Ұрып тұрып аналардың көзінше. Сен ба, жүгірме ары бері деп ше. Кейіннен барып сөйтті. Ана баланы ненің тынышталдырудың бір несі ғой, бұл да бір ана. Прямо айтсаң ана жылайды ғой анау. Жаман болады ғой. Анау енді қазіргі мен келіндерге таңғаламын білмеймін. Сендердің үйлеріндегі келіндерді мен білмеймін, көрген жоқпын. Әйтеуір шай құйып жүр ғой былай. Көрген жоқпын да бір араласып, балдарына қалайды. Қазіргі келіндер ойбай. Ол біздің үйдің дегендері сондай. Балдарына сөйлемейді. Әй демейді. Мен айтам, әй деп тайт десейді. Или балдардың бар черепное давлениемен туланма. Жүрегі жанып кетеді. Әй деп қойса, а деп өліп қалады. Артқа лақтырады өзін. Тастағанда. Сальдома. Баяғыда Ал мен соған енді ұрсайын десем, мен жексұрын болайын деп тұрмын да. Ал өзінің әке-шешелері кәдімгі, анау біздің ана содан кейін бізде де бір балдар бар. Бізде ана дүйі бар ғой анау. Дәурен. Әнші болып кетті ғой. Дәурен Әбиев. Дәурен Әбиев. Дәурен әнші болып кетті. Мен кеше біреу осындай подкастта айтады да, ән айтады екенсіз ғой дейді. Мен ән шығарған адам кезінде. Ансамбльда ойнаған ғой. Гитаристсіз. Иә, ән айтатын тұғым кезде. Енді кейіннен, енді осындай бір отырыстарға барған кезде, өзімен 60-тан асқаннан кейін өзіме лайықты бір ән шығарып алған да. Жаңағыдегі сұлуларға арнаған қайда қалды әніміз, гитараның орнына қолдан түспейді дәріміз. Жас 60-тан енді асты, неужели кәріміз дейтін деп, көбі өзіме лайықты. Өзімнің класстастарыммен айтамын, болды. Солар енді айт дейді ғой маған ән. Дәурен Әбиев жоқ па деймін. Дәурен Әбиев. Кешірім сұрауым керек қой. Оның алдында айтамай. Сұмдық әнші өкпет. Қазір бұрын айтпаған, соны сұрайтты, бұрын айтып еді Шаншарда жүргенде. Ол мектепте де айтпаған. Өнерде де айтпаған. Қараңдаршы, мен мына бір нәрсеге таң қалдым. Ол нәрсе болады екен. Ондай болады екен. Аян беру деген болады екен. Соған аян берген мынау. Аян берген мынау. Ұйықтап жатқан Дәурен. Бір ақсақалы келгенде. Тұр, балам! Балам тұр сен! Ән айт! Ән сал! Содан таңертеңнен ән сап кеткен ба деймін. Қызым-ау менің деп. Мысалға солар бар, тағдан Арапбек деген балдарым бар да. Неге екенін білмейме. Балдарына әй демейді. Мені көрген дегені, әй тыныш, әй, маған көрсетіп. Маған көрсетіп айтады. Содан кейін тыныш жүртші, отсай, осы анадан тынышталады. Одан бетер ана қайда сен еркелеткен сияқты ғой. Отсай, тыныш. Сондай болып кетті о заман. Содан кейін соның арасында тұрып енді ана балдарыма, кішкене балдарға қалатын болсаң, сен жексұрын боласың. Ой, мына ата құрсын, ұрса береді, ана пара деп. Енді кейбіреулеріне кетіп барса ұрса берді үйдегі немерлеріне. Бірақ сондай негізгі қолданатын тактикаларым сондай да. Одан да көптеген тактикалар бар енді. Сен алып қаламын, өйтіп аура саламын. Өйткені олар тынышталдыру керек те өйтіп. Миды аштады айтсың. Үйді аштықанда ой қазір. Далада тұрам ғой сен құсақ. Жертамда тұрам. Біздің үйдің балдары жаздың күні түнгі сағат 12-ден кейін бастайды. Оған дейін де бастамайды білмейді. Далада ғой енді. Бастайып, түнгі сағат 4-ке дейін ба, ойнаған уақытта жай бүйтіп ойнасам ақыл. Былай тұр, мен былай өтемін. Сасет келген ғой көрші. Енді бір ай болған ғой шулағанына. Каникулда келеді ғой. Bir gün mümkün ba diyor. Yuhtayık diyor. Mümkün ba. Mümkün ba. Men koyunda. Kan karşısı yine aytamaydı. Mümkün be ekan bir gün yuhtasak kalay. Baldarınız tınıştıralamadı. Sonra kez alıp ketem de avulga qaray. Alıp ketip bärimizni bir jerge alıp ketem. Сол кезде айтам да. Көрші 11-ден қатып ұйықтап жатқан
шәуілдерге алдында біз бардық анау Түркістан облысының аудандарын араладық та, сол кезде шәуілдерде енді айтқыштар көп қой, енді ауылда көп. Ой. Сол кезде бір күшті бір информация естідім. Ана скетчтеріңізде Бипан деген сіздің класстасыңыздың келіншегі екен, сондай ма? Келіншек емес. Ауылда жеңіш. Ауылда бізден кейін бір 2 класс төмен ба, 1 класс па, 2 класс төмен оқыған бір қыз бар тұғын, соны Бипан дейтін біз. Бипан. Сұлу еді. Ана жар емес, соған ғашық қалды. Артына қарап көріп қой, кімге ғашық болды. Шамасына қарап. Ана менің нем бар тұғын бір. Ауылға келген кезде отырыс болады, соған қыздар алып келу керек қой, сөйтсе. Тәуір қыздарға қарай ұмтылады ғой жұрт. Соған билегін келіп, сонымен қайта соған барып, үшеу болып барып неғылып жатасың ғой. Сол кезде бізде мен бір класстасын біледі. Реңі әбден тотығып қалған болады ғой, тотпас қалған. Жаңбырдан кейін күн астына қалып кете берген қыздар болады ғой. Шашын прическасына қарамайтын. Сонымен отырып әңгімелеседі, соны айтатынбыз, әуре болмайсың да. Өзімнің кім екенін білем ғой мен. Сендер құсап, біткенше. Ана екеуі әмпей-жәмпей болып, өздері вальс билеп, қайтады. Ешқандай конкуренция жоқ. Конкурент жоқ, одан кейін сенімді. Сенімді далаға шығып кете береді, темекі шегуге. Сенімді. Оған ешкім жоқ. Ана жерде қалғандарымыз шығамаймыз ға, атаңа ана билеп қоямын. Соған өзім шегіп бүйтіп жүресің да, қызғанып жүресің да. Анау беймалал далаға шығып үйіне ішіп, спокойно екен. Сенімді да. Оған ешкім тиіспейді. Тиіспейді ғой, өзінен басқа. Сол жаңағы шәуілдерде негізі айтқыштар өте көп. Мен барған кезде бір күшті бір әңгіме естідік. Біз оны КВН-ге бүйтіп бір жерінде қосып жібердік Жайдарманда. Бір кісі 8 ба 9 ба баласы бар екен де. 9 бала туғызған ғой енді келіншегі. 9-шысына ма аяғы ауыр кезде айтқан ғой күйеуіне. Бұдан кейін енді тоқтатайық, денсаулығымнан айырылатын болдым. 9-шы ма аяғыма. Осыны босанғаннан кейін, пәленше болды, осыдан кейін тоқтатайық. Сөйтсе күйеуі айтыпты да. Бұның өлетіні бар, жоғалатыны бар, туа берсей деп. Ортада. Мал сияқты қарайды да адам. Соны біз КВН-ді тұққам, сол сияқты әңгімелер көп екен, қатты екен шәуілдерде. Ой, біз қайта солардан естіп қалған әңгімелерімізді айта алмай жатырмыз әлде деп ойлаймыз. Мен сондықтан да сахнада монолог айтуыма ең бір себеп бар, сол шәуілдердегі класстастарым болсын, достарым болсын, солардың отырыстағы әңгімелері. Мысалға, Көпен көкеміз болды. Өмірден өтті, жатқан жері жай болсын. Соның Төпен деген інісі болған. Сол кісі керемет айтатын. Сол кісі айтқыш деп, өте айтқыш, керемет. Жәдегі жауынменен жерге көрір, төбелеспенен көзге көрді деген теңеулердің бар соныкі. Оны Көпен ағамыз да мойындаған. Соның бір әңгімесі бар, осы кезде 91-92 жылдар ма? Жұрт бар базарға кішіп кеттік қой бәріміз. Сол кезде соның айтқан бір әңгімесі бар. Өзі қатырып айтады. Бір класстасы Атырау жаққа кеткен ғой. Атырау жаққа кеткенде базар не қылған әйел екеуі. Класстастар топырлап жүретін еді ғой кезде. Бір-біріне, бөтен жер, поддержка болады бір-біріне. Сөйтіп жүргенде, анау арақ болған ба, әйтеуір бір класстасы қайтыс болыпты. Ал енді оны самолетпен алып келетін болса, қымбат. Пойызбен алып келетін болса, ол багажда қымбат. Өте қымбат багаж. Төпенің әңгімесі енді. Шын ба өтірік білмеймін. Соны күліп өргенбіз. Соны айтып та, свежий кезінде алып кете берейік деді. Көпеде 2 класстасы айтып та, сөйтіп 3-шіні осыны қаламыз да, 3 орын аламыз депті. Білетті. Мен мас ұйықтап қалған деп. Ойларын қарасай. Сөйтіп, ана қатын бала жағын жіберген, барып кете берді. Дегенде барып, көпеге кірген. Бұл мойынға асып алған екеуі? Екеуі асып алған, мас мақұл деген права деп білмейді ғой да. Өлік алып келетін кім ойлайды? Сөйткенде 2-3 полға жатысып қойған. Оны 2-3 полға жатыр. Сонымен өздері
астына жайғасқан. Астына жайғастырған ба, әйтеуір бірдеңесі бар үшеуі. Төртінші орын бос қой. Біраз жүргеннен кейін келесі станциядан бір геолог мінген. Бір чемоданның геологтарға тас бір белдер жүрген. Соны алып, ол төбеге қойғанда, сөйтіп анаға жатқан. Содан кейін ана екеуі тұрғандағы, мына ұйықтап жатыр деген, біз барып темекі шегіп білейік деген анаған айтқан, ресторанға барып 50 грамм алайық дегенде екеуі кеткен. Кетіп ана жақта өздерінде ұрып атқан кезде, кейбір кезде резко тоқтайды ғой пойыз. Резко тоқтатқан кезде ананың чемоданы құлаған ғой. Чемоданы құлағанда ананың басына құлап, ана жерге құлаған. Өлік. Анау қараса, өліп жатыр. өліп жатыр. Не істеймін бәрі. Иә. Сөйткенде ананы сумкасын қойған сөйтіп. Кетіп барады жерге. Дегенде жауап берген терезені ашқанда тастап жүр. Өліп тастап жүр. Мен өлтіріп қойдым деп ойлап. Айтамын, мен чемоданымды өліп айтып жүрмін. Сол біраздан аналар әбден қыс болғаннан кейін ғой, қарақ болса өліп жүр. Бірақ аяқты деген. Білмеймін, жаңа темекі жеуге кеткен деген. Темекі жеуге. Аналар ойлап қалай деп. Әрбір бір кезде барып айтқанды. Ей, ол кешіріңізші, ол не өліп қалған еді ана. Ё-майо, мен дағып қалғаннан жаңа тоқтады ғой, иә. Сол чемодан түсіп кетіп еді, мен өлтірген екенмін деп. Шынымды айтайын, терезеден тастай жібердім деді. Әттім мен түскендағы сөйтіп барып, алып берген деген әңгімені. Әдемілеп құрастырып айтады. Ол енді бұл сахнаға жарамайтын әңгіме, өте бір грязнилеп әңгіме. Бұл осындай бір грязный әңгіме болады. Бұл ортада ген айтылатын да. Бұны подкастта да айтуға болмайды әңгіме негізі. Ортада ауылда жүргенде осылардың осындай әңгімелерін көп еститінбіз. Шәуілдерге қайбір жылдар жаңбыр жаумай қалып тасаттық жасап, ауылдың адамдары 300 теңгеден жинайық деп тасаттық. Енді тамақ істеп, дастархан жағып, Құран оқиды ғой енді тасат. Жаңбыр со қайтып баратқан кезде құйған дейді сол кезде. Құйған да әбден сөйтіп төбең көкема айтқаны бар екен. 300 теңгеден жинағанда мынандай жаңбыр жауып жатыр, 500 теңгеден жинасақ ауыл су алатын шығар деп. Төпен көке кетіп баратқан кезде Шәуілдердің ана несінен тесік көпірден шыға батқан кезде мазарат бар ғой. Иә. Сол кезде кешке қарай 9-10-дарға таяу шығып баратқан кезде енді төпен көке Құран оқи салған ғой, енді Құран бақышта жүр, кешке ол 9. Төпен ол кешке әбетте оқымайтын бет, кешке қарай қалай болады? 11:30 десе, Шілей жатып қалмаған шығар. Шілей жатып қалмаған. Мына бір оқиғаға күліп жүрдім, бірақ олар өздері күлмейді оны. Жас әншілерді жастарды қабылдаймыз ғой. Көрейік аяқ алыстарды. Нұржан қабылдаған, Нұржан бар, Жүкең бар, бәрімізге бана неге дайындалып жатамыз. Жатақханамыз бар, сол жатақхана. Сөйтсем ана іш пісіп кетеді олардың, дегенін істеп жүреді ғой өздері. Ғабит деген баланы қабылдадық, әнші бала. Жаңадан мектеп келді. Жақсы айтады. Сөйтсем, кім жаңағы Нұржан қысық қылып жүрді. Мен сені ұнаттым. Ғабитке. Төте қойшы бұл. Әртіс болғаннан кейін бәрі осындай болады. Анау Нұржан Көшімбаев Жүсіп Ақшарамен жүреді. Бір-бірімізбен жүруіміз керек дейді. Анан жүрек шат. Жүрек шат. Анау анамен жүреді. Мен өзімді ұнаттым. Дейді. Анау жеке қалып кетуге қорқады. Жаман қып қойған. Сөйтеді бір кезде ана Ғабит келе жатады ғой. Келе жатса жаңағыдегі Нұржан менен Жүсіпті бүйтеді. Қазір ана екеуіңіз тұра беріңіздер. Қазір репетицион залға есташ кіріп қойған уақытта деп қалыңыздар. Сөйтіп атқан болады екеуі. Деп қалыңыздар дейді да. Сөйтіп қалса анау
ойланып қарап қалады. Сол бір күні мен оны не қылмайтын, қойшы ананың миын ашып деп қойсам, жоқ деп қояды Нұржан. Бір күні сахнада кәдімгі қалай айтасың мына әнді? Айтшы мен көрейін деп мына залда көріп отырмыз ғой бүйтіп. Былай аралап жүріп айтмақ ма бүйтіп. Бәрін былай қарап қойсам Нұржан шетте отыр да. Анау қарап қойса. Мағабат сезім. Анау айналып келсе қарай алмайды. Ана жаңадан келген, ондай несі жоқ. Ана әртістердің арасында енді келіп жатыр. Бірден ана үлкен Шаншар деген театрда кірді де енді. Кіргенде әнші керек болды әрі. Не қыламыз? Кімге айтпақшы? Аманғалиға айтпақшы. Ең арзан жұмыс істейсің бе деген. Енді жүр ғой қазір. Тойларда жүргенде, тамада болып жүргенде, программамен ән айтып жүргенде, өнерпаз екенмін мен деп ойлап. Олар өнерпаздар емес, олар ойынпаздар дейді оны. Ол ойнатады жұртты. Ойнайды. Ал өнерді сахнада, кинода көру керек. Егер актерді көргің келетін болса. Ал әншіні көргің келсе, табиғи жан дауыста айтсын. Клип түсірмей-ақ. Клип түсірмесін, оның керек жоқ. Айтсын жан дауыста, бүйтіп еңіретіп тұрып. Кеше мысалы Медеу Арынбаевпенен болдық неде. Сөйтіп келді де, сонда Медеу Арынбаев табиғи жан дауыста ән айтты сонда. Неше түрлі ән айтты. Қалай қабылдады? Мен айттым, ол ән айтпай тұрып өзі дайындалып еп тұр. Деп дайындалып. Өткен жан дауыста айтайын деп тұр. Сонда сол жерде Берікбай деген сол кімменен, Медеуменен жарыса ән айтқан бір жігіт бар екен. Сол бірдеңені есіме түсірді. Ол кеше болған оқиға. Сөйтіп, сіз білесіз ба, жылғаның мына сахнасын көрсетті. Осы арада сізде қолыңызда гитара бар еді деді. Бәріміз таң қалдық. Мен де сонда Ар Девит деген ба, Қазақстанда жоқ гитара бар тауым. Қызығатын тауым. Соны тарттыңыз 35 жыл бұрын. Шәуілдірде істеп жүрген кезімде. Жылғаға келген бәрі айтып жатыр. Соны Берікбай деген деген несі айтып жатыр. Ал мысалға сол Медеулер мен көрме әншілер. Өнер деген нәрседе бар ғой, ол қолына келсе істе, қолына келмесе істеме. Мен мысалға кезінде ән шығардым. Сосын бір кезде бұл әнім әдемі болды. Бұл әннің арқасында талай қыздарда тамақ іштік қой, саған арнадық деп айтып кетер еді. Қарымыз ашып жүрген. Сол енді өзі сөзді әдемі. Сені алғаш көргенімде мен өзіңе ғашық болдым, маған қарай бергеніңде қуаныштан тасып толдым, тұрдың қарап. Жарқын жүзді. Айтсаң, ана қыз тұра қолатындай өлі ғой. Шай бере-береді өлі ғой, шай тамақ. Ал кейінен көрдім, сөйтсем мен композитор емес екенмін. Мен әнші демес екенмін. Егер андай бірдеңе зорлық дейді ғой. Ана мен зорлық құлағы беретін болсам, мүмкін мен де танымал болып кетер ме? Өнерден ұялдым. Ана тұрған композиторден ұялдым. Сөйтме қойдым мен. Сөйтме қолыма келетін нәрсені істедім. Адам сөйту керек деп ойлаймын. Сіздер енді ақыры қазір сендерді жастар көреді ғой. Менің жасымдағылар көрмейді. Айтып атқан шығармын, 60-тан асса да жастардың арасында ырбың етіп отыр. Жараса Құдай ұрсын деп атқан шығар енді. Сендер қоймағаннан кейін келдім. Қоймағаннан кейін балама телефон соқты. Балам сұмдық подкаст деді. Оны көрмем, өзім ойбой, мұнларға әңгімем жараспайды ғой дедім. Сол қоймағаннан кейін бардым. Сөйтсем Наурыз айтып жатыр ғой. Балаңыз, Алмат балаңыз біледі ғой, өнерді түсінеді ғой. Қой. О да сендер сияқты жармасы. Қой, ойпың-мая дедім де. Сонымен оның үстінде бірге жұмыс істегенбіз.
Өздеріңді білемін байдың балдарын. Өздерің ағылып жатқаннан кейін. Бірге талай сахнада болдық. Бірге шықтық сахнаға, иә? Иә, бірге ойнадық. Сөйтіп сендерді жеңілдіріп бердім. Мақсаттарға жеттіңдер сол кезде. Жеңем деп тұрған жерден жеңілдіңдер, оңбай. Екінші жерін алдық қой. Жалпы негізі Құдайберген Сұлтанбаев деген көкеміздің, иә, сол көкеміздің бір монологында бір күшті нәрсе айтады енді. Сіз өзіңіз әзілдің атасысыз, біз енді өзіміз бір әзілде жүрміз деп ойлаймыз бізде. Жалпы әзіл саласы ең қиын сала. Құдайберген атамыздың айтқан сөзі бар да. Біздің әзіліміз дейді, бір-ақ рет айтамыз, болды дейді. Иә, болды. Одан кейін оны қайталасаң, қайталады ғой деп айтады дейді. Әншілер енді бір өлеңді бір 20-30 жыл айтып, 40 жыл айтып, 50 жыл айтып жүрген әншілер де бар. Именно осы әзіл саласы деген сала өте қиын екен. Әзіл саласында жүру деген оңай ма, қалай, соған ойыңызды айтыңызшы негізінде. Әзіл дегенге. Ол мұның оқуы жоқ негізінде. Комедия жанрында спектакльдер, комедия жанрындағы актерлар бар. Байқасаңыздар, негізі ол жазылған драматургия комедия, оны топталып ойнайды. Ішіне негізі табиғи Алладан берген сондай талантты адамдар ойнайды оны. Солар жеткізе біледі. Екінің бірін ақ ойнай бермейді. Міндетті түрде олар қатысу керек. Сол үшін де қиын. Табиғи саған бермесе, сен сөзді күлдіре алмасаң, өзің күлкі боласың. Бұл күлдіру деген нәрсе әркімнің қолына келмейді негізінде. Бұлған мен енді театрға келген балдарға айтатын сөзім, күлдіргі сөз іздеме, сөзді күлдір, күлдіре біл. Мысалға, не болды деген сөздің өзін неше түрлі қылып айтуға болады. Соның мысалға күлдіретін балдар, не болды деп ақ күлдіреді, не болды. Ал соны табиғи түрде айта алмайтындар бар, не болды десе, ол өз мазақ болды ол. Ол немене ол комедияға айтып тұрған. Ол мен кез келген қасыма келген актерлардың бәріне айтатым сол, мен бұны зерттегенмін. Нақып бұлаймын. Мысалға менің монологымның неге ол өзгеше? Менің алдымдағы монологтарды қарағам. Көбісі басқаша айтылады. Олар Станиславский методымен айтылады. Станиславский методы қазіргі біздің көптеген театр актерларының дауысы. Ол дауыс қойылады оған. Ол тіпті өзінің даусынан айырылып қалады кейбір актерлар. Ей, шіркін-ай! Қалай болды дейсің бі? Ол енді поставленный ғой, қойылған дауыстар. Ал енді өзің ай, шіркін-ай! Ай, қалай болды дейсің деген сөздер бар ғой. Ал сол секілді мен бұрынғы Петросяннан, Жванецкийден алайын дедім. Біздегі өзіміздің актерлар ағаларымыздан алайын дедім. Бұлай орындасам, өзімнің шын жүрегімнен шықпайды. Мен де жас кезімде күлдіргем. Отырыстарда күлдіретімін достарымды. Сахнадағы тіл осындай болады екен, сахна тілі деп күлдірейін десем болмайды. Соны зерттедім дағы, түркі әлемін зерттедім мен. Мынау өзбектерді зерттедім. Ергаш Хажыбай Тажыбайларды. Мынау қырғыздарды зерттедім. Комодор Абыловтарды. Абдрахмандарды зерттедім. Оларды керемет күлдіріп тұр. Жаныңа жағады. Жалған емес. Сөйтіп солардың күлдірген нәрсесін алып тұрып содан кейін бар менде. Кішкене миым бар ғой менің де. Бұлай айту керек екен ғой. Бұлай айту керек екен ғой деп тексттердің бәрін өзімнің айтылуыма ыңғайладым. Қарапайым тілге салдым. Қарапайым тілге салдым. Сосын оны бұлай айтамын мен. Оны бұлай айтамын мен деп. Солай мысалға соның бірі Жарылқасын Дәулеттің футбол матчтан репортаж деген үлкен монологы бар. Ал сол монологты мен оны кешірім сұрағам. Мен бұны өзгертем, оны орындап берші дегенде. Жатқа білем мен бұл монологты. Ал соны қарашы мен әңгіме қылып айттым ба? Әңгіме қылып айттым. Былай айта салдым. Ал оны сол күйінде орындасаң, Балуан Шолақ стадионында Өзбекстан командасы менен Қазақстан командасы жолығыпты. Халық тола
өсіп айтсаң күле ма болсаң қорқады ғой дейді деуім мүмкін соншалықты бастап өстіп кәдімгідей бүйтіп әкелсең содан кейін барып күлкі шығады. Әзілді жаңа сөзді күлкілі сөз таппа деп айтып жатсыз ғой. Мысалға жаңағы бір әзілді екінші рет айту күлкілі емес болып қалады ғой, үшінші рет 2 жыл. Бірақ біз Шаншардың сондай мықтылығына мен қазіргі Шаншарды айтамайын, бірақ біз баяғы Шаншарды көп қараймыз. Кейде настроениені көтеріп алу үшін біздің ең көп қарайтын көріністеріміздің бірі у ішу. У ішетін көріністеріңіз. Қазіргі 2005-тен ары қарайғы Шаншарды жақсы көреміз біз. 2007-тен ары қарайғы, даже Нұржан Төлендиевке дейінгі Шаншарлар өте қатты ұнайды. Демалуға келген қонақ үй, бастық әйел, қонақ үй, роддом бар, маданият. Сондайлар бар дейді ғой. Сықи. Мынау енді біз үлкен кісілерден мен дәріс алған адаммын. Мен Казгүлді филология факультетінің араб тілін бітіргенде маған көптеген үлкен Қадыр Мырзалиев, Зейнол Қабдолов әдебиет теориясының атасы, Рымғали Нұрғалиев, Үсмек Кәкішев, Рахмақұл Бердібаев, өкшің академиктер. Солар айтатын. Жазатындар, шығармашылық адамдар жас кезінде өндіріп тастайды дейді. Үлкейген кезде олар жазуы да, шығармашылығы да тоқырай бастайды. Өйткені оның ойлары ақылға көбейіп кетеді. Біз мысалы жас кезімізде тура сендер ұқсап аямай ойнайтынбыз. Келе ме, келмей ме, жарасып тұратын өзімізге. Ал енді қазір қойшы, сол кейбір ойындарымызды қайттан ойнай қояйық десек, ерсіз сияқты ма? Қазір ме? Кейінгі ойындарымыз бар ма? Ақыл ма? Үш қой деген сияқты. Үш қой. Ол үш қойдың өзінде жас кезімізде. Иә, ол кезде. Осыдан ол Кәрім Мәсімов сол кезде 10 жыл бұрын ғой енді. 10 жыл бұрын ба? 2015-2016 шығар. Соны аналар қысқартып тастады. Алып тастады да мені 40. Қазір қойған кезде қой, бәрі қазір Кәрім Мәсімовті қамаған кезде таза нені таптық біз деп тұрады. Мен тауып қойған едім осы не? Сол кезде айтты да. Сол кезде айтып тастаған едім ғой. Көке, көп рахмет бағдарламаға келіп бізге қолдау көрсеткеніңізге. Құдай қаласа денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз, немерелеріңіздің алдында ойнап күліп, осы Шаншар театрының тағы да кезекті қойылымдарын біз күтеміз, жанкүйеріміз. Жаңа өзіңізге айтып жатқан монологты мүмкін жасармыз бірге, біз идея айтсақ та. Құдай қаласа жақсы күндерде жолығайық, аман болайық. Осымен біздің 3D әңгіме бағдарламасы аяқталды. 3D, иә? 3D. Содан сендерше соны 3D деген сияқты. Не дейді? Рахмет.